Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен біздің ішегімізді тазалайтын смузидің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен бізге 50 грамм таза су, таза кувшин, салат жапырағы, шпинат, огурцы және де имбир. Имбирді видеодағыдай 4 бұрыштеп турап аламыз. Керекті ингредиенттерді ұсақтап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салуымыз керек. Достар, бұл смузидің пайдасы мол және де біздің ішегімізді тазалайды, арықтауға да үлесін қосады. Мен бұл смузиді өзім ішкендіктен сіздерге ұсынып отырмын. Достар, дайын болған ингредиенттерді блендердан іше алатындай жақсылап өткіземіз. Достар, дайын болған смузиге 50 грамм суымызды қосамыз және де жақсылап араластырамыз. Міне достар, смузиміз дайын, енді өзіміз кружкаға немесе бокалға құйып ішеміз. Достар, менің жұмысымды бағалап кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен жаңа рецептпен бөлісемін.